18.000 ғаламтор. Бұл қыз өткен өмірінде өзінің кім болғанын және қалай өлгенін есіне түсірді. Реинкарнация. Ол жанның трансмиграциясы. Оны ғылым тілінде кейде метампсихоз және жанның көшуі деп те атайды. Оған сәйкес тірі жанның өлмейтін рухы бір денеден екінші денеге қайта-қайта көшеді. Ал видеоның соңында реинкарнацияның нақты дәлелі туралы оқиғаны айтатын боламын. Қайтыс болған адамның рухы жаңа туылған адамға көшкен оқиғалар шынайы өмірде де болған деседі. Осындай оқиғалардың бірі 1939 жылы ақш-та Индиана штатындағы Гувервилл қаласында орын алды. Осы жылы сол қалада тұратын жас жұбайларда Мэри атты қыз дүниеге келеді. Алғашқы бірнеше жылда сәби кәдімгі балалар секілді өсіп келе жатты. Алайда соңғы кездері кішкентай қыз түсініксіз тілде сөйлей бастады. Оның сөздерін ешкім ұқпады. Кішкентай бала болған соң тілі әлі шықпай әр нәрсені бір айтып жүрген болар. Барлық балдар солай істейді ғой деп ата-анасы бұл жағдайға қатты мән бермеді. Бірақ арадан біраз уақыт өте шын мәнінде Мэри Қытай тілінде еркін сөйлеп жүргені анықталды. Ата-анасы бұл болған жағдайға қатты таң қалды. Себебі жұбайлардың әулеттерінде қытайлықтар болмаған. Тіпті өздері де Қытай тілін білмейді, және Қытай мемлекетінде ешқандай туыстары да жоқ. Ерлі зайыптылар сәбиін лингвист мамандарына апарғанда, олар қыздың жай ғана Қытай тілінде еркін сөйлеп қоймай, оған қоса көне замандағы сөздерді білетінін, және ол сөздерді заманауи адамдар түсінбейтінін айтты. Қыз есейген сайын оның іс-әрекеттері біртүрлі түсініксіз бола бастады. Күндердің бірінде Мэри ата-анасына ескі картадағы локацияны көрсетіп, оны сол жаққа алып баруын сұрады. Ал картадағы локация Қытай мемлекетіндегі шетте орналасқан ескі ауыл болып шықты. Дым түсінбей аң-таң болған, бірақ мұның түбінде не бар екенін білгісі келген жұбайлар баласының айтқанына көнеді. Ұзақ жол жүріп олар сол картадағы ауылға келеді. Кенеттен Мэри ауылдағы бір фермердің ескі үйіне жүгіріп барып есігін қаға бастады. Есікті жасы келген қария кісі ашты. Ал Мэри ол кісіге мән бермей үйдің ішіне жүгіріп кіріп кетті. Мэридің ата-анасы қатты таң қалды, бірақ сонда да олар қыздарының артынан еріп барды. Кішкентай қыз үйдің қабырғасындағы кірпіштерді алып тастап, ішінен ескі қуыршақты шығарып алды. Содан Мэри қуыршақты құшағына қысып, қария кісіге қарап, "Сен мені есіңе түсірдің бе? Бұл менің қуыршағым" деді. Бұл оғаш жағдайдан бөлме тым-тырыс болып қалды. Үйдегі адамдар сасқаннан не айтарын білмей үнсіз тұрды. Ал ары қарай Мэридің айтқан сөзінен ата-анасы қорыққаннан шошып кетті. Мэри қария кісіге саусағымен шұқып көрсетіп тұрып, "Сен мені кезінде өлтірдің. Ал өлі денемді ауланың артына көміп тастадың" деді. Қыздың ата-анасы аң-таң болып қарияның үйіне полиция шақырды. Ал қария кісі қашып кетпек болғанда қыздың әкесі оны ұстап алып, бөлмелердің біріне қамап қойды. Полиция қызметкерлері келгенде олар Мэридің артынан барып, ауланың көрсеткен жерін қаза бастады. Жерді қазу барысында кішкентай қыздың денесі табылды. Өкінішке орай оқиға осымен аяқталады. Мэри Қытай тілін, осы ауылды, фермердің үйін, қария кісіні қайдан біледі екен? Әлде бұл нағыз кішкентай қыздың реинкарнациясы болды ма? Қытай мемлекетінде тағы да бір реинкарнация жағдайы орын алған. Оның бірі Тань Зяньшань атты Қытай баласы. Трансформация кезінде марқұмның жаны басқа адамға көшкенде, ол адамның алғашқы 8 жылдағы өткен өміріндегі оқиғаларды еске алады деп есептеледі. Қытайдың Хайнань провинциясында дүниеге келген Тан есімді бала 3 жасқа дейін қарапайым бала болып өсті. Содан кейін ол өзінің аты Чен Миндао, ал әкесі Сандай екенін айтты. Сондай-ақ бала қазіргі тұрғылықты жерінен 160 шақырым жерде Данчжоу ауылында туып өскенін мәлімдеді. Және оған қоса бала Қытайдың осы аймағында сөйлейтін диалекті де қатесіз тамаша сөйледі. Сондай-ақ ол мәдени революция жылында қарнынан алған жарақаттан қайтыс болғанын айтып берді. Бір қызығы баланың туылған кездегі денесінде қарнында тыртық болған. Ақыр соңында Тань Зяньшаньды ата-анасы сол ауылға алып барды. Бала тек әкесін ғана емес, барлық туыстарында таныды. Қазіргі таңда бала есейіп үлкен жігіт болды, және ол 2 отбасымен де кездесіп тұрады. Кэмерон Макалей.
2006 жылы The Sun онлайн газеті әлемге Ұлыбритания тұрғыны Камерон Макалейдің оқиғасын айтып берді. Ол кезде Макалей 6 жаста болған. Ол кәдімгі британдық қарапайым бала болып өсті. Бірақ ол құрдастарына екінші анасы, басқа үйі және бұрын-соңды болмаған жерлері туралы айтып берді. Ата-анасы ұлының жағдайына алаңдады. Өйткені ол үнемі жылап бұрынғы туыстарын аңсайтынын айтты. Психологтардың көмегімен біз Камерон айтып отырған оқиғалардың барлығы Макалей отбасының тұрғылықты жерінен 250 шақырым жерде орналасқан Барра аралында болғанын білдік. Баланың көңілін қалдырмай аралға бару туралы шешім қабылданды. Ол жерде бала жылауын қойып, психикалық жағдайы жақсарды. Реинкарнацияға сенген британдық деректі суретшілер бала туралы деректі фильм түсірді. Фильмнің аты «Бұрын-соңды өмір сүріп кеткен бала». Америкада болған оқиға. Екінші дүниежүзілік соғыс мұражайына ата-анасымен барғаннан кейін 5 жасар американдық бала Джеймс Лейлингер қорқынышты түстер көре бастады. Түсінде ол апатқа ұшырағалы тұрған құлаған жауынгерлік ұшақтың ұшқышы болған. Алғашқыда ата-анасы не болып жатқанына мән бермегенімен, жағдайы нашарлап дәрігерлерге көріну туралы шешім қабылданды. Содан кейін ата-анасы 2 жасар сәбидің дизайны мен техникалық сипаттамаларын біле отырып, жауынгерлік ұшақтардың брендтерін жақсы түсінетініне таң қалды. Содан кейін бала өзін атып түсірген шайқастың тарихын егжей-тегжейлі айтып берді. Реинкарнация туралы бірінші болып әжесі хабарлады. Ал әкесі жапондықтар атып түсірген американдық ұшқыш туралы деректерді тексергенде бәрі дәл ол айтқандай болып шықты. Джеймс ұшақ атылып түсірілген жерге де барды. Сол күннен бастап оны енді қорқынышты түстер мазаламады. Әткеншек. 1995 жылы жас отбасы үйді тазалау жұмыстарымен айналысып жатқанда, олардың 5 жасар Элеонора атты қыздары аулада ойнап жүреді. Анасы кірлерді жайып бір қарағанда, Элеонора әткеншекте отырып ойнағанын байқайды. Қызының көз алдында ойнап жүргеніне көз жеткізген соң, қатты мән бермей қайта үйге жұмыстарымен кіріп кетеді. Бірақ кенеттен Элеонора әткеншектен жерге құлап, қатты жарақат алады. Әке-шешесі дереу қасына жүгіріп барып, жедел жәрдем келгенше өкінішке орай қыздары сол жерде қайтыс болды. Бұл жағдайдан соң ерлі-зайыптылар қатты күйзеліске түсіп, ақыр соңы қызының өліміне бір-бірін кінәлап ажырасып кетті. Қыздың әкесі қайта үйленіп, екінші некеде ұлды болды. Баланың келбеті, мінезі, әдеп-ғұрпы Элеонораға қатты ұқсайтын. Ер адамның екінші әйелі күйеуінің қызына не болғанын біліп, ұлына әткеншекке мінуге тыйым салған. Бір күні әйелі ұлымен саябақта серуендеп жүргенде, баласының өтінішіне көніп, оған әткеншекке мінуге рұқсат берді. Әткеншек тербеліп жатқанда баласы анасына бұрын әткеншекке мініп, құлап, содан аспанға ұшып кеткенін айтты. Анасы сасқаннан телефонын қолға алып, бүгін қай күн екенін көрмекші болғанда, ол қатты қорқып кетті. Себебі бүгін баласының әткеншекке отырғызған күн 17 сәуір болып шықты. Дәл осы күні күйеуінің қызы әткеншектен құлап қайтыс болған. Сонда Элеонора қайтыс болған соң, реинкарнация арқылы әкесінің екінші отбасында қайта туды ма? Ойларыңызды комментарийда жазып кетіңіздер. Бұл оқиғаларды естіп, бәлкім сіздер екі ойлы болып тұрған боларсыздар. Тіпті реинкарнацияға да сенбеуіңіз де мүмкін. Алайда келесі оқиға әлеуметтік желідегі ашық деректер бойынша ең шынайы және дәлелденген болып есептеледі. Бұл оқиға Үндістанның Алуна Милана ауылында болған. Дәл осы ауылда дәрігерлер мен полиция қызметкерлері жанның қоныс аударуының ең толық фактілерін келтіре алды. Транжит Сингх атты бала 2 жасында өзінің аты Сатнам екенін және қазіргі тұрғылықты жерінен 60 шақырым жердегі Чакнелла елді мекенінде тұратынын айтты. Сондай-ақ ол мектепке бара жатқанда жол апатынан қалай қайтыс болғанын айтып берді. Ал қолында 2 оқулық пен 30 рупий болды. Транжиттің әкесі мен шешесі уайымдап мамандарға жүгінген. Детектив тергеушілердің бірі тарихқа қатты қызығушылық танытты. Ол екі ұлдың қолжазбаларын салыстырып, ондаған куәгерлерден сұхбат алып, Транжиттің 1992 жылы қайтыс болған баланың реинкарнациясы екенін дәлелдей алды. Ең бастысы, анасы полицияға қанды оқулықтар мен 30 рупийді көрсеткен.
Бұл заттарды анасы қайтыс болған ұлының құрметіне естелік ретінде сақтаған. 10 жылдан кейін Таранжи дәл осы заттарды және болған оқиғаны еске алды. Жігіт өзінің алғашқы отбасы әлде қайда бай болса да өзінің шынайы отбасында тәрбиеленуін жалғастыруда. Бірақ қайтыс болған баланың ата-анасы бұл отбасының жағдайын жақсы түсінді және арасында Таранжитке қонаққа келіп тұрады. Тағы да бір әйгілі реинкарнациялардың бірі ол Поллок апалы сіңлілердің оқиғасы. Англияның Хексхэм қаласының тұрғыны Джон Поллок өте діндар адам болған. Католицизм діні оның реинкарнацияға сенуіне кедергі болмады. Бірақ оның әйелі Флоренс мұның бәрін ақымақтық деп санады. Поллок мырза бұл туралы 9 жасында бір романды оқып, содан бері жандардың ауысуы бар екеніне сенімді болған екен. Ер адам тіпті Құдайға реинкарнацияның дәлелін жіберсін деп дұға етті. 1946 жылы ерлі-зайыптылардың Джоанна атты қызы және 5 жылдан кейін сәби Жаклин дүниеге келді. Қыздар өзара ұрыспай тату-тәтті ойнап күліп, екеуі бір-бірінен ажырамай жүрді. Джоанна әрқашан әпкесіне барлық жағынан көмектесті. Олар анасының шашымен ойнағанды ұнататын. Сонымен қатар қыздар тынымсыз бұзық болды. 3 жасында кенжесі бөшкеге құлап, маңдайында айтарлықтай тыртық пайда болды. Бақытына орай бөшке бос болды. Ал Джоаннаның қарнында қалы болды. Бір қызығы қандай да бір белгісіз себептерден қыздардың үлкені ешқашан өспейтінін және әйел болмайтынын жиі айтатын. Бірақ балалардың сандырақтарына ешкім мән бермеген. Алайда бұл сөздер кейіннен шынайы болып шықты. 1957 жылы мамырда апалы сіңлілер сыныптасымен бірге шіркеуге бара жатқанда оларды көлік қағып өлтірді. Көлікті өз-өзіне қол жұмсамақ болған әйел басқарған. Ол автоға ие бола алмай бар жылдамдықпен тротуарға шығып кеткен. Оның бойымен бейхабар балалар келе жатқан. Қыздар артында тұрған қабырғаның кесірінен көліктен ешқайда қашып құтыла алмай сол жерде қайтыс болды. Тек жүргізуші әйел ғана аман қалды. Джон мен Флоренция өздерін қоярға орын таппады. Олар қайғы-мұңға батып кетті. Анасы қыздарын мүмкіндігінше аз еске алып, күйзеліске түспеу үшін өз-өзін алдап әртүрлі істермен айналысуға тырысты. Ал Джон керісінше оларды ылғи ойлап жүрді. Қыздар қайтыс болған күні кешке оған Джоанна мен Жаклиннің жұмақта болғаны туралы аян келді. Қайғылы оқиғадан бір аптадан кейін ол үйдің 2-ші қабатындағы бөлмелердің бірінде олардың рухын сезінді. Содан бері ол бұл бөлмеден шықпай қойды. Джон Құдай мені реинкарнация бар екендігі туралы дәлелдер келтіруді сұрағаным үшін жазалады деп ойлады. Дегенімен ол жандардың ауысуының дәлелі көп күттірмейтініне әлі сенімді болды. Көп ұзамай әйелі Флоренс жүкті болды. Күйеуі оны жоғары күштердің естігеніне сенімді болды. Оның үстіне ол егіздер туады деп болжаған. Өйткені оның теориясы бойынша 2 қайта туылған жан болу керек. Болашақ ана бұл болжамдарға жай ғана қол сілтеп сенбеді. Оның үстіне гинеколог мұндай ештеңе айтқан жоқ. Және ол кезде ультрадыбыстық зерттеу әлі кең таралған емес. Ал ата-анасының екеуінде де отбасында егіздер болған жоқ. Алайда күйеуінің айтқаны дұрыс болып шықты. 1958 жылдың күзінде Флоренс 2 қызды дүниеге әкелді. Джиллиан мен Дженнифер. Бірінші қыздың маңдайында қайтыс болған Жаклиннің тыртық болған жерінде қалы болды. Ал екінші қыздың қарнында Джоанна сияқты қалы болды. Егіздер шамамен 3 жаста болғанда ата-аналары оларға шатырда сақталған қайтыс болған апалы сіңлілердің ойыншықтарын көрсетті. Джон мен Флоренс Джиллианнан қуыршақтардың бірі шын мәнінде белгілі бір Джоаннаға тиесілі екенін естігенде таң қалды. Дженнифер Жаклин қуыршағы туралы да дәл осылай айтты. Қыздар ойыншықтарды Аяз атаның әкелгенін де айтты. Ойыншықтар өлген қыздарға Рождествоға берілген. Әдетте кішкентай балалар ойыншықтарды бір-бірімен бөлісе алмаған кезде жиі ұрсады. Бірақ егіздерде мұндай нәрсе болған жоқ. Олардың әрқайсысы қай ойыншық кімге тиесілі екенін бұрыннан білген сияқты. Флоренстің айтуынша ол қыздарының қандай да бір көлік апаттың егжей-тегжейлерін талқылап жатқанын бірнеше рет естіген. Бір күні ол егіздердің оғаш әңгімесіне назар аударды. Джиллиан Дженнифердің басына қолын қойып, көздеріңнен қан ағып жатыр. Көлікпен соқтығысқан кезде жарақат осы жерде болды деп айтты. Әйел күйеуіне қыздардың жұмбақ мінез құлқы туралы айтып берді.
Джон қыздарының мәйіттерін анықтауға келгенде, Жаклиннің көзінде шынымен де таңғыш болғанын мойындады. Бірде Джиллиан сіңлісі Дженнифердің маңдайындағы қалы туралы айтып берді. Бұл оның бөшкеге құлап алған белгісі. Осы біртүрлі жағдайларға қарамастан Флоренс әлі де күйеуінің сеніміне күмәнмен қарады. Ал күйеуі керісінше сенімінен бас тартпады. Оның айтуынша қайтыс болған Джоаннаның жаны Джиллианда, ал Дженнифердікі Жаклинге көшкені белгілі болды. Бұл әрине Джонды қайтыс болған қыздарының реинкарнациясы туралы ойлауға итермелеген барлық фактілер емес. Олар қайтыс болғанға дейін Флоренция күйеуіне сүт жеткізуге көмектесіп, арнайы халат киген. Қайғылы оқиғадан кейін ол бұл жұмысты тастап, оған ешқашан оралмады. Бір күні Джон үйдің қоршауын қайта бояуға кірісіп, әйелінің сол арнайы халатын киді. Дженнифер бірден оған жүгіріп келіп, анамның киімін неге кидің деп сұрады. Егіздер қайтыс болған Джоанна мен Жаклиннің кезінде бар болғандығы туралы білетіндерін ата-анасына бірнеше рет айтып берген болатын. Фактілерді салыстыра отырып, екі көріністің де куәсі болған әкесі, қайтыс болған үлкен қызы Джоаннаның мектепке барып жүрген кезінде анасының киген халатын көрмегенін еске алды. Сондықтан қыз әкесіндегі халаттың шын мәнінде Флоренцияға тиесілі екенін білмеді. Ата-анасы Дженниферден бұл киімді анасы кезінде кигенін қайдан білетінін сұрағанда, ол былай деп жауап берді. Әке, анам бұл халатпен сүт жеткізіп жүрді ғой. Оған қоса қыздар дүниеге келгеннен кейін отбасы бірден шағын ауданнан үлкен қалаға көшті. Арадан 3 жыл өткен соң жанұя баяғы тұрған шағын ауданға қонаққа келді. Осыған қарамастан бейтаныс жерде қыздар өздерін сенімді ұстады. Олар тіпті саябаққа барып серуендеуді, сүйікті әткеншектеріне мініп қайтуды қалады. Бірақ олар мұндағы локацияларды ешқашан көрмеген. Сәбилердің мінездері қайтыс болған әпкелерімен бірдей болды. Джиллиан Дженниферге қамқорлық жасауды ұнататын, және сіңлісімен қолындағы барымен бөлісіп жүрді. Оларда анасының шашымен ойнағанды ұнататын, және өте белсенді бұзық болатын. Джиллиан егізінен көрі көпшіл болды, және оның жасына тән емес нәрселерге қызығушылық танытты. Қыз әдетте әпкесінен де жетілген болып көрінді. Егер жандардың ауысуы рас болса, онда балалардың көліктерден қатты қорқуы таңғаларлық емес. Олардың қорқынышы кейде көз жасқа дейін баратын. Полок мырза кейінірек журналистерге бір күні қыздарымен қараңғы аллеяда келе жатып, бір көлік оларға артқы жағынан сигнал бергенде, олар қатты қорқып жылай бастағанын, тіпті есінен танып қала жаздағанын мойындады. Алайда олар қорқыныштан қозғала алмай қалды. Олардың әкесі Джоанна мен Жаклиннің сол қайғылы күні қашатын жері болмай қалғанын есіне алды. Өйткені олардың артында қоршау болды. Қайтыс болған қыздармен ұқсастықтар тіпті ұсақ түйек нәрселерден де көрінді. Джиллиан Джоанна сияқты арық болды, ал Дженнифер Жаклин сияқты сымбатты болды. Тіпті егіздердің жүрісі де қайтыс болған әпкелерінен аумайды. Ал қайғылы оқиға болмай жатып, Жаклин жазуды жақында ғана үйреніп, қолына қаламды ересектер сияқты емес жұдырықта ұстаған. Дженнифер де дәл осылай бұл әдетті 10 жасына дейін жасады. Тіпті жасөспірім кезінде де осы жазу әдісіне оралып тұрды. 5 жастан бастап егіздер бірте-бірте қарапайым балаларға айнала бастады. Өткен жылдардағы болған жағдайлар қыздардың мінез-құлқына ешқандай түрде көрінбеді. Ал қайтыс болған апалары туралы әңгімені олар енді қозғамады. Джиллиан мен Дженнифер 13 жаста болғанда Полок мырза оларға реинкарнацияның не екенін айтты. Ер адам олардың шын мәнінде қайта туылған Джоанна мен Жаклин екенін түсіндіруге тырысты. Алайда қыздары оған сенбеді. 20 жасында Джиллианға өмірден өткен Джоаннаның 4 жасына дейін Полок отбасы тұрған үйді аралап жүргені туралы аян келді. Бұл жеткен ол үйді егжей-тегжейлі суреттеп берді. Журналистер ол жерге келгенде оның сөзінің растығына көз жеткізді. Джиллиан мен Дженнифер елдер қатарлы қарапайым әйелдер болып өсті. Тұрмысқа шығып балалы болды. Өкінішке орай олардың кейінгі өмірі туралы ақпарат жоқ. Жарайды, мұның бәрін қоя берші. Ал видеода превьюда тұрған Ди Каприоның суреті туралы не айтасың? Әлде бұл жай ғана қызықтыру үшін жасалған кликбейт па деген сұрақ сіздерде туындаған болар. Реинкарнацияға сенетін адамдардың айтуынша әрқайсымыз бұл өмірге бірінші рет келіп тұрған жоқпыз дейді. Ежелгі фотосуреттерде немесе атақты суретшілердің картиналарына қарап, бұған дәлел табу қиын емес деседі.
Атақты актерлерге де, танымалы саясаткерлерге де егіз табылды. Олардың айырмашылығы тек заманауи киім мен және шаш үлгісі болып тұр. Егер оның бәрін алып тастасақ, олар бір-біріне егіз секілді қатты ұқсайды. Солардың бірі Голливуд актері Леонардо Ди Каприо және оның егізі Джуди Зиппер. Бұл егіздердің ең күлкілі жері атақты актердің бұрынғы реинкарнациясы, ол белгісіз бір қыз. Леонардоның жанкүйерлерінің бірі әжесінің жас түлек кезіндегі фотоальбомын қарап отырып, актерға қатты ұқсайтын Джуди Зипперді кездестірді. Дегенімен бұл егіз табылмай тұрып-ақ, көпшілік Ди Каприоның таңғажайып, тіпті қыздай сүйкімді дерлік келбетін атап жүрген болатын. Сондықтан Леоның ең танымал егізі әйел болғаны таңқаларлық емес деседі. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде